Қытайлар қауіпсіз және бейбіт өмір сүрейік деген ниетпен әйгілі Қытай қорғанын салады. Олар оның биіктігіне қарап, енді ешкім одан асып, бізге қауіп төндіре алмайды деп мақтаныпты. Бірақ олар қателескендерін көп өтпей-ақ көріпті. Себебі алдарындағы 100 жылда бұрынғыдан 3 есе артық жау шабуылына ұшырап, жеңіліс тапқан соң, жауларының алдында тізе бүгіп, оларға алым-салық төлеп отыруға мәжбүр болыпты. Жаулардың жаяу әскерлері алып қорғанға өрмелеймін ау демеген, не еш қиналмаған екен. Себебі жаулары қытайлық күзеттерге пара беріп, оларды сатып алыпты да, олар қорған есіктерін өздері ақ ашып беріпті. Жау әскерлері қиналмай осылай елге кіріпті. Міне, өмірде осылай қытайлықтар керемет стратегия жасап, биік қорған тұрғызған. Ал ол қорғанды қорғайтын күзетшілердің мінез құлқын түземеген. Олардың қажетінше санасына ұлттық құндылықтарын сіңірмеген. Демек, жеке тұлғаны тәрбиелеу, жан-жақты жетілдіру өте маңызды. Турасын айтқанда, бәрінен де жоғары тұрады. Осыған өз тарихымыздағы Отырардағы оқиғада айқын дәлел болады. Шыңғыс ханның 6 ай қоршап ала алмаған Отырарды, іштен шыққан жау жаман демекші, өз ішімізден шыққан сатқындардың қала дарбазасын ашып берген соң ғана алған. Шыңғыс хан өз елін сатқандар мені де сатады деп дереу оны құртып жіберген. Тарихтан сабақ алмасаң, сондай оқиғалардың қайталанары анық. Ендеше, бәрінен бұрын саналы ұрпақ тәрбиелеуді басты міндетке айналдырайық.